Күн яхшы ул, аяулы ноғай ел радио тыңлаушылар. 103.2 толқынында туған тілде хабарласуымызды бастаймыз. Үрметлі радио тыңлаушылар, быйыл біз Саулай районымызбан белгілі атақлы шайырымыз Гамзат Әжігелдиевтің 80 жылық мерекесін белгілейміз. Әрбір мектепте түрі шаралар, төгірек столлар, практикалық конференциялар өтеді. Тек яңларда кітапханасында Сабират Абубекированың ұйғынлауыман икон научно-практический конференция озды. Онда ноғай тіл оқытушылары қатынастылар, кітапхана құлықшылары. Бек қызықлы өтті. Шайырдың інісі Залимхан Юсуповичтің көплеген ятлауларын тыңладық. Асет Бадиевнаның ескерулерін тыңладық. Бек ярады бізге. Бүгін мен біздің Қарағас ауылда болатаған құлықлар ақында айтпа сүйемін. Біз де өзіміздің мектебімізбен Гамзат Әжігелдиевтің мерекесіне бағысланған ятлаулар ярысын, сочинениелер ярысын өткөрдік. Бүгін мен ойлаймын, сізге бек қызықлаулар тыңламаға біздің оқушымызды Аринады, 9 класс оқушысы бек білімлі, ақылы қызымыз, олимпиададан бірінші орынды алған күшлі оқушымыз. Ол Нәсіплі деген повесттің бір үзігін сізге бүгін оқып естірерді ойлаймын. Не десе ол сол повесті бек сүйеді, біледі. Арина, саға сөз беремін. Амансыз ба радио тыңлаушылар. Мен бүгін сізге Гамзат Әжігелдиевтің Нәсіплігі деген повестің бір үзігін оқып естірім келеді. Оның яшауы өлшеулі. Оны өзі Нәсіплі Баймұратовна біле екен. Дүнияда өлшеулі яшаудан ауыр зат жоқ. Ама оның яшауы өлшеулі. Тек ол оны әлде сезбейді. Яда болса ол сезсе де өзі күшті адам болғанға білдірмейді. Белкі ішінен күйіп, қырынан көрсетпейтаған болар деген ойлар сыртынан естілген сөздей тік етті. Тек басын көтеріп қарағанда ешбіреуді де көрмеді. Соң ісі болғанын сезіп, бір аяғы отқа яңаға ұсап, үстіндегі яюды көтерек болды. Ама бұттан кесіліп алынған аяқ яюды қозғамады. Шонтық аяқтың да жоқ болғанын сезген Нәсіплі өзін өзі қолына жинап алды. Бірден өзіне: осал болмаға ярамас. Екі аяғы жоқлар да елге пайда етеді. Мен олардан осалмы деді. Дарман ішпеге заман келді. Температураңыз бар ма? Деп Нәсіплідің янына ақ халатлы адам келгенде, оның бар ойы тырқырап кетті. Тек ол докторға бір мұңлы көзбен қарады. Ракпан ауырған адам сау бола ма? Деген сөзі доктордың шырайын түрлендірді. Ол сондай сөзді ерте яда кеш болса да естеген білетаған еді. Ама оға жауап іздеп бірді таппады. Сіздің ауру рак екен белгісіз. Бізге көре ол басқа ауру, деді. Ама алдатпаға бала яқшы, ашамаға бал яқшы, деген сөзлер Нәсіпліге аяғын апыл-тапыл басқаннан бері белгілі еді. Соға көреді ол еш бір сөзсіз ойланып, төк өзіне түпсіз терен бір қайғымен қарап қалды. Нәсіплі Баймұратовна, сізге оқымаға мен бүгін Горкийдің Ана деген кітабын әкелдім, деп академик Османов оның қолын ыслап қарап. Бүгін сенің шырайың да яқшы, пульсің де әру, тезден бізді қалдырып үйіңе қайтып кетсең де ярайды. Бұл сөзлер Нәсіпліге күш қосқандай болды. Қас қаралды. Терезедің янындағы тереклер бірден бірге кешедің қараңға юрқанына оралдылар. Соң бұл қараңғалық бәрі затлардың үстіне де ямшы да ябылды. Міне тереклердің үстіне шырақ янғандай болып, айдың туғаны сезілді. Көкті юлдызлар билейділер. Нәсіплі терезеден көзін айырмады. Белкі оның есіне құлыншақты еркін шошып, жүрген кешелері түскенді. Бір заманда елғадай ағып кеткен яслығың есіңге түсіп, жүрегіңе яңғы яра салып кетеді. Белкі соға көреді, кешеде ятқанда яраңнан да ялғызлығың яман деп айттатаған болса ярайды. Ұйқыламаған адамға кеше елдан да ұзын болып көрінеді. Сол заманның ішінде бірнеше ой басына кіреді, бірнешесі шығып кетеді. Юлдызлар бір-бірлеп көміліп басладылар. Қараңғылықты қуып,
таң белгісін берді. Терезенің алдына құслар қанатын қаққанды көрінді. Аманәсіптің көзі әлде ашық еді. Сау бол, Арина. Сау бол. Бекар оқыдың бізге Нәсіплінің үзігін. Мен ойлаймын, әрбір сосы повесті оққан әрбір әдем, әрбір оқушы Нәсіплдің келпетін көз алдында өмір бойы тұрғызар деп ойлаймын. Гамзат Әжігелдиев тек 22 ел ішінде көплеген шығармаларын yazып қалдырып, ноғайдың адабият қарызнасын мұқаятта байытқан. Соншында мен ойлаймын, сол байлықты біз есімізде тұту керекпіз, үйрену керекпіз, білу керекпіз, келекте де оларды балаларымызға қарызнаға қалдырмаға тиісліміз. Аман тұрыңыз, сау болыңыз, аяулы радио тыңлаушылар, бүгін бізді тыңлағаныңызға.